Кейде өмірде бір сұрақ пайда болады. Неге кей адамдардың өмірі жылдан жылға жақсара береді, ал кейбіреулер қанша әрекет жасаса да бір орында айнала береді? Бұл кездейсоқтық емес, бұл тағдыр да емес. Бұл адамның ішкі күйі мен түп санасында жазылған бағдарламалар. Егер сіз дәл қазір осы видеоны көріп отырсаңыз, бұл да кездейсоқ емес. Себебі адам дайын болмайынша мұндай ақпаратқа келмейді. Сіз бұл жерге жай қызығып келген жоқсыз. Сіз бұл жерге өз өміріңізде бір нәрсені өзгертуге дайын болғандықтан келдіңіз. Көп адамдар өмір бойы бір нәрсені күтеді. Бір күні жағдайым өзгереді дейді. Бір күні мүмкіндік келеді дейді. Бір күні бәрі жақсы болады дейді. Бірақ шындық бар. Өмір сырттан өзгермейді. Өмір іштен өзгерген кезде ғана өзгереді. Көп адам бай болғысы келеді. Көп адам бақытты болғысы келеді. Көп адам еркін өмір сүргісі келеді. Бірақ олардың көбісі ішкі бағдарламаларын өзгертпей, сыртқы нәтижені күтеді. Ал бұл мүмкін емес. Себебі өмірдің ең маңызды заңдарының бірі ішкі күй сыртқы өмірді қалыптастырады. Егер адамның ішінде қорқыныш болса, ол өмірінде де шектеу көреді. Егер адамның ішінде кінә, өкпе, реніш болса, ол өмірінде де ауырлық көреді. Ал адамның ішінде сенім, тыныштық және күш болса, оның өмірі де өзгере бастайды. Сондықтан бұл сабақ жай ақпарат емес. Бұл жай мотивация емес. Бұл нақты жұмыс. Бұл жерде сіз тыңдамайсыз. Сіз өзіңізді тереңірек түсіне бастайсыз. Мүмкін осы сабақта сіз өміріңізде қайталанып жүрген бір жағдайдың себебін түсінерсіз. Мүмкін сіз бұрын байқамаған бір ішкі бағдарламаларды көресіз. Мүмкін дәл осы жерде сіздің өміріңіздегі жаңа кезең басталар. Бір нәрсені есте сақтаңыз. Сіз бұл жерге босқа келген жоқсыз. Сіз бұл жерге бақытты өмірді таңдағандықтан келдіңіз. Сіз бұл жерге еркін өмірді таңдағандықтан келдіңіз. Сіз бұл жерге ішкі күшіңізді ашуға дайын болғандықтан келдіңіз. Сондықтан дәл қазір өзіңізге бір уәде беріңіз. Осы сабақты соңына дейін көремін. Өзіңізге шынайы қарайсыз және өз өміріңіз үшін жауапкершілік аласыз. Өйткені дәл осы сәттен бастап сіздің ішкі күйіңіз өзгере бастаса, сіздің өміріңіз де өзгере бастайды. Альфа Спейс, ішкі күй өзгерсе, сыртқы өмір де өзгереді. Сабақты бастаймыз.